Достар, сәлем баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Не істеп жатырсыздар? Не жаңалық? Бүгін біздер шілдеханаға келдік. Нұркен мен Махаббаттың шаңырағында. Айжұлдыз деген қызымыз роддомнан шығып жатыр. Шілдехана осында. Үлкен әжеміз, нағашы әжеміз. Мұнда дайындық жүріп жатыр. Міне біздің сары бала саламат. Осындамыз. Қазір роддомнан келеді, күтіп аламыз бұйыртса. Жаныма шашатын сәуле боп жүреді мен үшін әуре, барасың жанасың. Күлкіңді ғажайып ағылған дем арасында мен сағынған дарашың жанасың. Қандай анада туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анада туғансың еркем, мінезі көркем. Ойларға мазасы шағылған, алысқа кеткенде жаныңнан тасыдым ғашығым. Ең сұлу сезімдерден әралған, менің үшін жан едің жаралған сүйіктім. Бізде мұнда келесі күн балаларға таңғы асқа венский вафли жасадым. Және де ыстық панкейки. Қазір шай ішетін боламыз. Бүгін демалыс, балалар үйде, сондықтан да балаларды алып сыртқа таза ауаға шықтық күннің көзіне. Biz bugün oyuna vatanımız kimli paylaşacağız. Ya dostlar, bakın kanala hoş geldiniz. Like'da bazı unutmayınızlar. Бұл біздегі үйіміздің жанындағы саябақ. Балалар ойнайтын, демалатын осындай алаң жасап қойыпты. Соған балаларды екінші рет алып келіп жатыр. Кеше әкесі алып келді, бүгін мен алып келдім. Балаларға ұнап жатыр, барлығы жаңа. Әлі де қосымша жұмыстар жүріп жатыр екен. Болашақта керемет, жақсы демалыс орнына айналатынына сенеміз. Бізге жақын болғандықтан жиі келеміз бұйыртса осында. Балаларға ұнап жатыр. Балалар өздері мәз. Жаныма шашатын сәуле боп жүреді мен үшін әуре, барасың жанасың. Күлкіңді ғажайып ағылған дем арасында мен сағынған дарашың жанасың. Қандай анада туғансың еркем. Елмұратқа атасының сыйлаған сыйлығы, биылғы жазға велосипед. Елмұрат өзі мәз, барып бірге таңдап алды спортивный велосипед. Інісі саламат, соны қызықтап тұр. Достар, біздің видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.